күнде осындай почталар келет, FedEx дейтін, USPS, UPS дейтіндер сөйтіп. Көршілерге, бізге, мысалы, берген заказдарымызды, тапсырыстарымызды алып келеді осылай. Мінекей бір ауылдасымыз катері бар, кемесі бар осындай. Бір ауылдасымыз спортсмен, спортшы күнде сақырлатып бір нәрсені жұмыс жасап жатады, әйтеуір спортпен айналысып. Мінекей таң атып жатыр. Санта-Кларита қаласында, негізі Санта-Кларита осындай бір таулы жерде. Негізі тұратын жер емес, жазда 3 ай 40-45 градус ыстық. Соны мына не үшін түсіріп атқанды айтайын. Елдегі өндіріс базаларға ұқсайды. Соны кейбір кезде елімді аңсаған кезде, осы жерден өткен кезде сәл-сәл көзім рахаттанып қалады. Ұқсайды мына біздің. Ұқсайды біздің неге. Алматыдағы бір өндірістерге ұқсайды. Енді мына не өндіріс екен білмеймін. Мына цехтар бар әртүрлі. Мексикандықтар жұмыс жасайды көбінесе қара жұмысында. Испан тілінен жаңағыдай бір нәрсе естіп қаласың жақта. Ағылшынша сөйлеген көп естімейсің. Негізі түнгі смена болады. Кейбір кезде түнде ондарда өте мөлшерден. Сол кезде испандық музыка ойнап жатады. Сол Санта-Кларита қаласында тұрмаған абзал, себебі ыстық. 3 ай 40-45 градус қой, соның арасында түнде 30 градус. Демаламайсыз. Мына үйдің қасында бір жол бар үлкен. Соның шетінде осындай велосипед тебетін жол салып тастаған. Бірақ бұл жерде адамдар жүреді. Мысалы күндіз далаға шыға алмайсыз. Күндіз далаға шыға алмағаннан кейін осындай сағат 5:30 таңғы 7-ге дейін серуендеп жүрсең болады жерде. Салқындау. Ал кешке бұрын жүруші едік, қазір мына тамыз айында кешке 30 күн батып қараңғы болып тұрса да 30 градус болып тұрады, жүре алмайсыз. Сонда үйдің қасында мынау жол. Сон былай қарай 2 километр төмен, 2 километр жоғары жүреміз ғой күнде. Қолдан келгенше күнде жүреміз солай. Мінекей бұл Санта-Кларита дейтін жер, мына Лос-Анджелестің негізгі орталық жерінен солтүстікке қарай 1 сағаттай жол, 40 минуттай жол ғой. Соны құда қаласа, егер жағдайы бар адамдар осында келіп Лос-Анджелесте тұрам десе, солтүстікке жоламаңыздар. 3 ай бойы жазда күндіз 40-45 градус болады жақта. Түнде салқындамайды. Енді жаздың басында және күздің басында ғана кешке қарай жеңілдейді. Ал бұлай түнде қапырық жүре алмайсыз. Күні бойы үйде қамалып отырамыз, кондиционер қосып қойып. Яғни мына жерден су ағады. Кейбір кезде жаңбыр болған кезде. Сол Лос-Анджелестің солтүстігінен үй алмаңыздар. Сол мына теңізге жақын, мына тынық теңіз бар ғой, мұхит. Тынық мұхиттың жағалауында тұру керек қой. О жақта 10 градус төмен. Мысалы, бізде 25 градус болса, о жақта 17-15 градус болып тұрады күндіз. Ал бізде 45 болып тұрған кезде, о жақта 35 болып тұрады. Сол себептен мұхитқа жақындырақ алған абзал жалдап үйді. Ал мына жақта осындай төмпеш бәрі. Санта-Кларита аймағы осындай бәрі.
Бұны тау деп айта алмайсың, себебі Алматының таулары әлдеқайда биік қой. Мына осындай төмпеш, ешқандай қары жоқ, кішкентай таушықтар ғой, тау деп айта алмайсың. Санта-Кларита қаласының әкімдігі осындай әлеуметтік жерлерде суғаратын жүйені орнатқан. Әрбір 4 сағат сайын суғарады дейсіз. Шөптерге су береді, су шашады. Бірақ сонда да кеуіп кетеді. Негізі су болмаса осындай құрғақ бір сап қарайған жадай сарғайып кеткен бір шөп болушы еді. Мына жердің барлығы күйіп кеткен. Негізі жазда Лос-Анджелесте өрттер болады, осындай шөптер жанады ғой жылда. Ал мына көгеріп тұрғанда мына жергілікті әкімшілік әрбір 4 сағат сайын суғарады. Ана жерде құбырларды орнатқан, компьютермен қосылады. Әрбір 4 түнде жүрсең де қосылады кейбір кезде. Бай мемлекет қой, не керек? Қурап жатқан шөптерге суғарады шөптерді. Мінекей, мынандай жерлерде қояндар жүреді, жабайы. Өте көп қоян. Оларды аулауға болмайды. Тыйым салынған заң бойынша. Мына үйдің қасындағы high school, яғни соңғы 3 жыл оқитын мектеп қой, балаларға арналған. Сонда мұғалімдердің көліктер, бұлар таңғы 6-дан бастап келе бастайды. Өте тәртіпті болады бұл кісілер. Жауапкершілігі мол жұмыс қой негізі. Осы жерде мына тұрақ, автотұрақ тек қана солардың көліктеріне арналған. Қазір таңғы 7 толып қалды көліктер. Тұратын жерде осындай территориясында бассейн бар, бірақ қазір карантин ешкім шомылып жатқан жоқ. Ішіне кіріп көрсетемін. Осындай әдемі гүлдерді егіп тастаған. Мінекей жолдың ар жағы үйлер. Жолдың ар жағы